Әлеуметтік желіде елге танымал Айгүл Көріпкел Атырау облысында жоғалған отбасы туралы өз болжамын айтты. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Көріпкел 2 мәйіт табылмай тұрып, 3 адамның бірге екенін мәлімдеген еді. Енді үй иелерінің айналасында қызы да болуы мүмкін екенін айтты. Қызды да осы мәйіттер табылған жердің маңайынан іздеу керек. Өйткені 3 адам бірге жатқанын көрдім. Отбасының ұлы туралы ештеңе айта алмаймын. Ол басқалардан алыста болуы мүмкін. Ал қыз ата-анасына тым жақын тұр. Мүмкін ауланың ішінде. Құрметті көрермендер, бұндай ауыр әрі жүрекке салмақ түсіретін жағдайларда адамдардың түрлі болжамға, әсіресе көріпкелдердің сөзіне үміт артып кететіні түсінікті. Жоғалған отбасы жайлы әрбір жаңалық елді алаңдатып отыр, сондықтан кез келген айтылған сөз тез тарайды. Бірақ бұнда бір нәрсені ұмытпау керек, бұл нақты дәлелге емес, адамның ішкі түйсігіне сүйенген болжам. Ол ресми ақпаратты емес, нақты жауапты бере алмайды. Осындай кезде туыстардың да, көпшіліктің де сезімі тым нәзік болып тұрады. Меніңше, бұндай пікірлерге тым байыппен қараған дұрыс. Бір жағынан бұл жұрттың үмітін оятып, мүмкін табылар деген ой сыйлауы мүмкін. Екінші жағынан нақты дерекке сүйенбеген сөздер жақындарының жанын одан сайын жарылауы ықтимал. Сондықтан басты назар ресми іздестіру жұмыстарына, құзырлы органдардың ақпаратына аударылуы керек. Ал көріпкелдердің айтқаны тек жеке пікір. Оны шындықтың соңғы нүктесі ретінде қабылдамау қажет. Бұндай трагедияда сабыр сақтап, бір-бірімізге түсіністікпен қарау бәрінен маңызды.